Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында облыстық тарихи өлкетану музейінде жаңа жоба қолға алынды. Өңірдегі іргелі оқу орындары енді мұражайда ай сайын көрме жасақтайды. Яғни білім ордаларының тарихы туралы мәліметтер, ғалымдардың еңбектері мен студенттердің қолөнер туындылары қойылады. Толығырақ тілші тарқатады. Музей Стар жобасы жыл бойы жалғасын табады. Тұрғындар назарына ай сайын Оралдағы іргелі 4 университет пен 3 колледждің экспонаттары ұсынылады. Көрмені алғаш боп Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің ұжымы жасақтады. Мұражайдан ғылыми еңбектер, естелік суреттер, студенттердің дипломдық жұмыстары мен байқауларда иеленген жүлделерін көруге болады. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында бүгін музей Стар жобасы отырылып отыр. Және осы музей Стар жобасын ең алғашқы қол жұмылдырған осыны көрісу айт мерекесі қарсаңында біз Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті бастап отырмыз. Бұл көрмедегі ең маңыздысы біздің университетіміздің, оқу ордамыздың тарихы және студенттеріміздің ғылым білім бәйгесіне жеткен жетістіктері қойылып отыр. Ғылыми жобалар, студенттердің қолынан жасалған қол бұйымдары ұсынылған. Көрмедегі құнды мұралардың бірі ғалым, фольклорист Мәтжан Тілеужановтың археологиялық зерттеу жұмыстары нәтижесінде тапқан көне жәдігерлері. Әсіресе Жайық қалашығына тиесілі әшекей бұйымдар мен тұрмыстық заттар өлкетану ғылымының жандануына кең жол ашты. Мұражайға әрі филология ғылымдарының кандидаты профессор Серікқали Шарабасовтың көкжиек, қазақ әдебиетінің тарихы сынды ғылыми жазбалары қойылған. Жобамыздың негізгі мақсаты өңіріміздегі білім беретін оқу орындарының студенттерінің шығармаларымен таныстыру және музей арқылы жастарды рухани мәдени мұраға қызығушылықтарын арттыру. Қала қонақтарын, қала тұрғындарын осы көрмеге келуге шақырамыз. Көрме 12 сәуірге дейін созылады. Кейін музей Стар жобасын Жәңгір Хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университеті жалғастырады. Еркебұлан Самадияров, Дастан Бижанов, Айдос Қисымов, Ақжайық арнасы.